ертерек барайықшы, қызық болып жатқан шығар. Бүгінгі костюмдер байқауында мен жеңімпаз боламын. Менікі батырлар киетін сауын нақ өзі. Оның үстіне менің биім де өте тамаша болады. Оны әлі көрерміз. Менің костюмым ең соңғы технологиямен жабдықталған. Ха-ха! Классика кез келген сәннен артық. Ал мен ешкімге жоқ ерекше костюм үшін сыйлық алам. Ерекше ештеңесі жоқ. Жай тәтті мақта ғой. Тәтті мақта болғанда қандай? Тарт қолыңды. Тиіспе. Қамқор қайда? Тексеру жүргізіп жатыр. Сәлем достар. Сәлем қамқор. Қазір аяқтап қалдым. Сосын әңгіме қосыламын. Қараңдаршы, мынау біз бара жатқан карнавал ғой. Қане ертерек барайықшы. Қазір бар қызықтан құр қаламыз. Көпірге дейін әлі алыс қой. Сендерге автобуспен барайық деп айттым емес пе? Автом барсақ, менің костюмым бүлінуші еді. Алмаған жаяу жүрген ұнайды. Көпірге барып қайтеміз. Мынау тұрған жер ғой. Иә, дұрыс айтады. Мына мұздан өтсек болды. Уақытты да үнемдейміз. Бірақ бұл қауіпті ғой. Міне қараңдар, мұз екен. Жарайды. Қорқынышты. Мұз жарылса не болар, а? Қорықпа, жарылмайды. Міне қара. Айттым емес пе? Қорықпа, қазір сені құтқарамыз. Қамқор, көмекші. Мұзға талдау жасаймын. Мұздың жарылу қаупі жоғары. Мұзға түсетін қысы мен салмақты азайту үшін жер бауырлай қозғалу керек. Жатып, ақырын қозғаламыз. Менде бәрі Жер қауіпсіз сияқты. Ой, суығын-ай. Енсеміз? Мына ағыз ашық теңізге әкетеді ғой. Ал су мұзда екен. Саған тез арада киім ауыстыру керек. Мен жамылғымды берейін. Ал мен үстіндегі мақтадан берейін. Рахмет, достар. Бізді кім құтқарар екен? О, құтқарушыларға хабарласайық. Ой, бірақ менің телефонымның қуаты бітіп қалды. Менікі жаңа суға түскеннен кейін істемей қалды. Менде қалта болмаған, алып шықпап едім. Енді постты жаза алмаймын. Ал мен кеше телефонымды шашып тастап едім, бірақ әлі жинап үлгермедім. Енді не істейміз? Күтуден басқа амалымыз жоқ. Талдау. Мұздың қақ ортасы ең қауіпсіз жер. Ортаға жиналыңдар. Бірақ бір-біріне бір қашықтықта тұруға кеңес беремін. Жағаға шығудың жолын таппадым. SOS бағдарламасын іске қосамын. Жоғарыға қараңдаршы, аспанға. Аспанда тырналар ұшып бара жатыр екен. Тоқтаңдар, секірмеңдер. Болмаса мұз жарылып кетеді. Бұлар құтқарушылар. Сендерге біздің көмегіміз керек сияқты ғой. Мініңдер. Сіздерге рахмет. Ештеңе етпейді. Келесіде күн жылынғанда мұздың қауіпті болатынын ұмытпаңдар. Рахмет. Абай болыңдар. Меніңше, бүгінгі жағдай сендерге сабақ болды. Иә, көп нәрсе үйрендік. Күн жылый бастағанда мұз үстімен жүруге болмайды. Дұрысы,
мүлде жақындамау керек. Мұзда жүргенде өте мұқият болу керек. Мұздың қалыңдығын секіріп, немесе ұрып, бізге болмайды. Егер біреу құлап қалса, жер бауырлай қозғала жақындап құтқару керек. Құтқарғаннан кейін оны жылытып, киімін ауыстыру керек. Апшы. Егер мұз үстінде қалып кетсеңдер, және ол ағыспен жүзіп бара жатса, сен құтқарушыға хабарласыңдар. Сосын құтқарушылардың келуін күту керек.